Сәлем достар, сіздермен EasyKZ. Бұл видеода Freedom Finance брокері арқылы Kigok акциясын SPO-дан қалай сатып алуға болатындығын айтатын боламын. Егер сіздің брокеріңіз Freedom Finance болса, міндетті түрде видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Сонымен қатар, неге Kigok акциясын дәл осы SPO-дан сатып алу керектігін видеодан біліп алатын боласыздар. Ескерте кететін жағдай. Сіз Kigok компаниясы өткізгелі отырған SPO-ға табыс қолданбасы арқылы да қатыса аласыз. Табыс арқылы қалай сатып алуға болатындығын білгіңіз келсе, жоғарыдағы тұрған сілтемеге өтіп көрсеңіздер болады. Kigok компаниясының акциясы білесіздер, әлде қашан нарықта саудаланады. Алайда, сіздерге нарықтан емес, керісінше акцияларды SPO арқылы сатып алуға кеңес беремін. Себебі, SPO арқылы сіз дәл сол акцияларды арзанға сатып ала аласыз. SPO кезінде Kigok'тың бір акциясына ұсынылып отырған баға 1428 теңге. Ал ашық нарықтан сатып аламын десеңіз, бағасы 1517 теңге төңірегінде саудалануда. Енді SPO-ға қалай қатысуға болатындығын рет-ретімен қарастырайық. Біріншіден, әрине, сізге Freedom Finance'тың брокерлік қолданбасы керек. Мейлі tradernet.kz немесе TN Global. Екіншіден, сізде SPO-ға қатысу үшін Freedom Finance'тың брокерлік шоты әлде қашан ашылған болуы керек. Егер осы екі шарт орындалған болса, видеоны көруді жалғастырыңыз. Ал егер сізде брокерлік шот ашылмаған болса, жоғарыдағы видеоға өтіп, қалай брокерлік шотты ашуға болатындығын көре аласыздар. Сонымен, SPO-ға өтінім беру үшін қолданбаға кіреміз. Қолданбаға кірген кезде баға белгілеулер беті автоматты түрде ашылады. Осы жерден төменгі жақтан мәзір деген батырманы басып, сол бөлімшеге өтеміз. Осы бетте саудаға жатпайтын тапсырмалар деген бөлімге кіреміз. Сізде келесі бет ашылады. Экранды төмен жылжытып, сауда тапсырмалары деген бөлімшеде бағалы қағаздарды сатып алу деген жерді басыңыз. Сізде тапсырма жасау беті ашылады. Осы жерде төмен жақта байқасаңыздар, тикерді таңдау деген бөлімше бар. Сол жазудың үстінен бассаңыздар, Kigok компаниясы өткізгелі отырған SPO тикері шығады. Сол Kigok SPO деген тикерді таңдайсыздар. Осыны басқаннан кейін беттің жалғасы ашылады. Осы жерде өтінім сомасын көрсетесіздер. Яғни, бір акция үшін 1482 теңге. Егер, мысалы, 3 акция алғыңыз келсе, 4446 теңге деп жазасыздар. Сумманы көрсетіп болғаннан кейін растау батырмасын басасыз. Тағы бір рет келісім беру үшін ОК батырмасын басамыз. Құттықтаймын, сіздің өтінішіңіз жіберілді. Тура осы қадамдарды қайта-қайталап жасайтын болсаңыз, өтініңіздің берілмегенін тексере алатын боласыздар. Мысалы, менің жағдайымда өтінімнің берілгені көрсетілген, ал егер жіберілмеген болса, ол бетте тапсырмалар тізімі бос болып тұрады. Өтінім беру 2 қарашаға дейін жалғасатын болады. Егер компания акциясын алу немесе алмау керектігі туралы ойланып жүрген болсаңыз, жоғарыдағы сілтемеге өтіп, компания жайлы шағын ақпарат алсаңыздар болады. Назар салып видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Видеоны аса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпа.